Армысыздар қазақ елі. Келіп жеткен жеңістің 80 жылдық мерекесі құтты болсын. Аспанымыз ашық, ел жұртымыз аман. Жаңа Қазақстан мәңгілік жасай берсін. Петропавл қаласы, Тайынша ауданы, Әздер қоғамы. Суық хабар. Авторы Қонысгүл Боранбаева. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Соғыс, суық хабар жетті елге. Суық хабар құлағыңнан кеткен бе? Күңіренді ел, көз жасын бұлап аналар. Қару ұстап, майданға аттан дерлер. Азан қазан қоштасты ана ұлымен. Азан қазан қоштасты ару жарымен. Махаббат сірә сөнбейді мәңгі жылуы. Жол тартты майдан шебіне. Үш бұрыш хат, ақ жібек кесте орамал. Жыр жазып елді сусатты, қойын дәптер қаламы. Жанынан сірә қалған ба? Айыр бастап қаламын, қолына қару алғанды. Сол майданға аттанды, талай ақын жайсаңда. Қарша борап, соғыс оты өршіп жатты. Оққа ұшып, отандастар көз жұмып дүниеден өтіп жатты. Жан таласып өмір мен өлім арасында арқалап көспей тылға тасып жатты. От пен оқтың арасы, қан майдан, ұрыс даласы. Жан түршігер бомба даусынан құлақ тұнар қарашы. Қаһарман қызы қазақтың Бағланова Роза қан майдан ұрыс шебінде шырқата ән салғанды. Жаралы жатқан жауынгер өлеңмен рухталғанды. Бейбіт күннің символы ақ көгершін, көк аспанда шарықтап қалықтасын. Бейбіт күнге жеткендер бір-бірімен айқұшақ майдандастар. Қуаныштан көздің жасы тыйылмайды. Тәңірім өзі пана, өзі жар боп, Рейхстагқа ту тікті қошқар байып. Жеңістің 80 жасы құтты болсын. Көк туым көк аспанда мәңгі шарықтап желбіресін. Айбынды ел қорғайтын сарбаздарым, отанды сүй, еліңді, жеріңді сүй. Мәңгілік
қасиетті Қазақстан ұрпағысың.